Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында тез дайындалатын рогалики дайындаймыз. Ол үшін ең бірінші 2 жұмыртқамыздың үстіне осылай айран қосамыз. Одан соң қант, сұйық май, қопсытқыш яғни разғыретелді қосып, венчиктің көмегімен біркелкі етіп араластырып аламыз. Сосын ұнымыздың жартысын осылай қосып венчикпен араластырамыз. Кейін қамырымыз біркелкі етіп араластырып алған соң қалған ұнымызды қосып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Осылай қамырымызды илеп алғаннан кейін үстеліміздің үстіне кішкене осылай ұн сеуіп алып, қамырымызды жұқалап жайып шығамыз. Содан соң үстіне сұйық май жағамыз да, одан кейін қасықпен видеодағыдай етіп қант сеуіп шығыңыздар. Сосын видеодағыдай етіп осылай кесіп шығыңыздар. Бұл жерде кесу өз қалауларыңыз бойынша, менде 12 штук шықты. Сіздер одан көп немесе аз етіп кессеңіздер де болады. Одан соң біздің рогаликтерді видеодағыдай етіп түйіп шығамыз. Сосын рогаликтерімізді алдын ала қызған 180 градус пеште 15 минутта пісіріп алыңыздар. Үй жағдайында 20-25 минутта дайын болатын шайға керемет тәттіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.